Түркі академиясының рөлі өте үлкен. Өйткені бұл академияның негізі 2009 жылы Нахичеванда өткен түркі мемлекеттерінің президенттерінің саммитінде осы қабылданған жоба болады. Ал енді сол жобаның Қазақстанның астанасында осы жерде ашылуы бұл үлкен құндылық деп айтуымыз керек. Бұл академия түркі әлемінің ғылымы мен білімінің ынтымақтастығын көрсететін академия. Ғылыми зерттеу жұмыстары өте керемет жүріп жатыр. 15 жылда жеткен табыстары өте қомақты. Бүгін көріп отырсыздар, қаншама кітаптар шықты, қаншама халықаралық байланыстары дамыды. Түркі академиясы 15 жылда осындай жетістікке жетсе, одан кейінгі жылдарда да үлкен табыстарға жететіні күмәнсіз. Бұл академияның аккредитациясы біздің парламентте ең бірінші біздің парламенттен өтті. 2022 жылға дейін басқа түркі мемлекеттерінің парламенттері аккредитацияны өткізді. Қазір толыққанды академия, толыққанды институтқа айналды. Түркі академиясының ғұмыры ұзақ болсын дегіміз келеді. Алған асуларынан алатын асулары биік болсын дегіміз келеді.